Қазақ халқының көркем ертегісінің бірі Ояз би ертегісі. Бұл ертегіден халықтың арманы мен мақсат мүддесі айқын көрінеді. Ертегінің оқиғасы қазақ өмірінің шындығынан, адал еңбегімен кәсіп еткен шаруа адамын ардақтау идеясынан шыққан. Елді билеген Мадан хан да, қой баққан Жаман да өмірден көргені мен түйгені көп, оны ақылға салып, оймен бекіткен бейнелер. Мадан ханның сынамақ боп тапсырған тапсырмасын орындауға шыққан уәзірлер шөп жаман ретінде шеңгелді, құс жаманы ретінде қырғауылды алады. Адам жаманын таба алмай сандалған сәтінде үстінде жыртық тоны, басында тері тымағы, қол аяғы жарылған ұсқынсыз адамға кез болады. Істің барысына қаныққан Жаман өзін адамның жаманы ретінде білдірген соң, уәзірлер оны ертіп хан алдына апарады. Кейінгі оқиғалар уәзірлер Жаман деп таныған адамның мол ақыл мен парасаттың иесі екендігін көрсетуге арналады. Хан алдында көп сынақтан өткен Жаман уәзірлерден артық ақыл иесі екендігін танытады. Оның жамандығы тұрмысында, кедейлігінде болып шығады. Атақ абыройы ел арасына жайылған, ханның өзі құрметпен қарайтын Жаманның бағын көре алмаған қырық уәзір хан мен Жаманның араларына от тастауды ойлайды. Кейінгі оқиғада хан тапсырмасын қалай орындап келген жөніндегі сөзімен Жаман ханды ұялтып айыбын мойындатады. Басқа хандық жеріне көшкен Жаман хан жұмбағына жауап таба алмай келген уәзірлерді тірідей жерлеп, ел алдында хан жазасынан азат етеді. Ақылы мен парасатын мойындаған Мадан хан өз дос тұтқан Жаманды тағына отырғызады. Содан бастап Жаман елдің ризашылықпен қойған ата Аяз би есімін иеленеді. Аяз би білгір ғана емес, адамгершілігі мықты, уәдеге берік, серттен таймайтын жан. Бұл ертегіде меңді сұлуға байланысты оқиғаларда көрінеді. Аяз хан болғанда да асып таспайды. Аяз, әліңді, құмырсқа жолыңды біл деп, өз-өзіне ақыл салып отырады. Аяз би ертегісі халықтың қадір тұтатын асқақ идеясын танытса, даналықты, ақыл мен парасатты тең ұстай білген ондағы Аяз би бейнесі халық арманнан туған.